Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін бізде бүгін біз балапанды қалай баптап, қалай күту керегін айтатын боламыз. Достар, мінекей осындай балапан шығарсаңыз, егер қалай бағуым керек дейтін сауалдарыңыз болса, осы видеода жауап табасыздар. Бұларға өте күтім көп керек, жылылық керек. Мінекей свет қойып қоюымыз керек. Көріне ма? Міне, осындай свет қойып қоюымыз керек. Жылы болып тұру керек. 10-15 градустан жоғары болу керек әрдайым. Және бұлар іштері қатып қалуы мүмкін. Сол кезде суға марганцовка араластырып беруіміз керек. Және де бізде бұларға өте жылылық керек. Бұларға кәдімгідей жем болмайды. Бидайдың жемі, кебек деген жемдер болады, олар болмайды. Біз рост деген жем бар, және немесе жүгеріні, майдалап беру керек. Майдаланғанын алып, осы балапандарға беру керек. Бұларға өте күтім көп керек, жылылық керек, су обязательно болу керек. Және бізде 13-ші күнге дейін, 13-ші күнге дейін бұларды біз 13-ші күнге дейін бір айға шейін жылылық ұстау керек. 13-ші күні, 14-13-ші күні лакмус деген дәрі бар, мұрныңға тамыздырып береді. Соны беруіміз керек. Сонда, ол обязательно чума сияқты, обязательно ондайды бермесек, біздің балапандарымыз қырылып қалу қаупі бар. Және де бізде бұларға дәл осындай сеткамен бөліп істеп қоймасаңыз, бұлардың кішкентай кезінде аяқтары сынып, бір-бірінің үстіне жылылық іздеу керек. Солардың аяқтары сынып қалу қаупі бар. Және осындай осындай істеп қоямыз. Су обязательно 3 мезгіл жем, суын беріп тұру керек біз. Жылы болу керек, достар. Дәл осындай бағуымыз керек. Егер де достар видео ұнаса лайк басамыз, каналға тіркелеміз.